Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет жарны лағман дайындайтын боламыз. Ең алдымен етімізге крахмал салатын боламыз. Бұл етімізді жұмсартып және де тез пісетін болады. Содан соң соевый соусымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, 1 сағат немесе жарты сағатқа қойып қоясыздар. Содан соң қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Етіміз жақсылап қуырып, су шыққаннан кейін пиязды салып, тағы да араластырып қуырып алатын боламыз. Енді 2 ас қасық томатымызды салып, барлығын жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Өте дәмді шығады. Содан соң қызыл сары бұрыштарымызды салатын боламыз. Тағы да жақсылап қуырып аласыздар. Айсберг капустасын салып, барлығын толықта араластырып қуырып алатын боламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Еттен қалған соевый соусты да құямыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, приправа қоссаңыздар болады. Етіміз піскеннен кейін осылай бір араластырып, лағманымызды турап салатын боламыз. Осылай лағманымызды салып, толықта араластырып шығатын боламыз. Кішкене қуырып аласыздар лағманды. Содан соң соевый соус құйып, тағы да барлығын толықта араластырып шығасыздар. Осылай қамырымызды кішкене қуырып аламыз. Біздің тамағымыз дайын, өте керемет болып шықты. Тура кафедегідей болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Баршаңызға ас болсын.